Алма ағашын отырғызға мынандай шұқыр қаздық. Топырақты көрсетіп жіберемін мен сіздерге. Өте керемет. Мына жерде шұбалшаңдар біраз жұмыс істеген міне. Қандай мынандай биогумус деп айтуға болады. Керемет. Міне сосын ылдилаумен қаздық. Қазған жоқпыз, өйткені тамырлар тіреліп қалмасын деп. Сосын мынандай бірдеңе жасап салып тастаңыздар. Сосын мүмкіндік болатын болса, бүгін былай босап жіберіңіздер видеоға барып. Міне көшетті отырғыздық. Міне көрдіңіздер қалай алып келді. Тамыр жүйесінің топырақтан аршылмай келді міне. Қандай кеңдікте көрдіңіздер. Тамыр жүйесінің дамуына мықты аудан бар, ана жерде аумақ бар. Отырғыздық. Міне тамыр мойнын ашамыз қазір. Міне тамыр мойын көмілмеу керек ешқашан. Телінген жері, міне тамырларын көрдіңіздер. Тамыры басталып тұр мына жерде. Яғни тамыр мойын мына жерде тұр деген сөз. Бұдан терең көмсеңіз уже ағашқа дамуына өте қатты қиын болады. Қазір су құямыз. Бір су құйдық. Енді бұл сіңген күтіп, кейін тағы да бір рет құямыз. Міне, осылай тағы үстіне тағы соғамыз. Өйткені бұл тамыр жүйесінің бірінші таяқпен тығыздап шығамыз, екінші су құямыз. Өйткені 40 км сіңіруге су керек. Екіншіден мына су бос қалған ауылына шартты. Егер бос көбейіп кетсе, онда ол тамыр күйіп қалады. Осыны көшетіміз дайын.